Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Сіздермен бірге Москва қазақша бағдарлама. Ал кеттік. 1937 жылы алғашқы павильон ашылды. 1964 жылы павильон жаңа металлургия деген аты алды, және сосын ол қайта құрылды. Павильон Казак Кеңестік Социалистік Республикасы халық шаруашылығының жетілері көрсетті. 2011 жылы павильон Қазақстан Республикасының үкіметіне тапсырылды. Сосын ол басқаша құрылды және жақында павильон ашады. Мәскеуге келіңіздер. Және павильон көріңіздер. Назар аударғаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.